Pornografiya көру күнә ма дейді. Әкешен қасында отырып көрсей, сосын не болатынын көресің. Вот, міне әкешен қасында ешқашан көре алмайсың, қорқасың, ұрсады олар, Ал олардан тығылып көресің. Бірақ әлемдердің Раббысы жаратқан Аллах тағала сені әрдайым көріп тұр ғой. Жердің астына тығылып көрсең де, содан қорқпайсың ба? Содан ұялмайсың ба? Әрине порнографияны көру күнә. Зина деген тек жыныстық қатынастан тұрмайды ғой. Көз зинасы бар. Көз зинасы деген бұл порнография, жаман видеоларды көру, біреудің әуретін көру, бұл көз зинасына жатады. Солай тіл зинасы бар, қол зинасы бар. Міне, көрдің ба? Сондықтан бауырым, о нәрсе күнә болып саналады. Күнә жасаушы бауырым, 5 минуттық күнә жасайсың, 5 минуттық ләззат алатын шығарсың күнә үшін, бірақ біліп қой, өмір бақи өкініп шығасың. Өйткені сенің күнәң тәубе қабыл болды ма, қабыл болған жоқ па, ол белгісіз бола тұрған нәрсе. Егер сенде тойымсыз нәпсі болса, қанағатсыз нәпсі болса, тойымсыз көз болатын болса, Алладан ұялу болмаса, онда сенің көзіңді көрдегі топырақ толтырады, одан басқа еш нәрсе толтырмайды. Сосын олар сондай киноларды шығарады. Ол интернетте тұр. Олар ол жаққа ona егжей-тегжейлі түрде насихаттайды. Ұят деген нәрсе енді мүлде жоқ, бітті. Бәрібір оларға атап айтып отырған шахаватқа ергендер әбден сол күнәларға еңкейіп кетулерінде қалайды дейді. Көзіңді сақтамасаң, көзің тойымсыз болса, Алладан ұялу болмаса, мен Алла көріп тұр ғой, не істеп жатырмын деп. Онда сенің көзіңді тек қана сол топырақ толтырады. Одан басқа еш нәрсе толтырмайды. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Тәсір етуі соншалық, салдарынан құтылу қиынға соғады. Бұл құмарлықтан зардап шегетін адам санасын тазартуы өте қиын. Бұл өте кең таралған, бірақ ешкім бұл туралы айтпайды. Порноның миға әсері. Порнография көзіңізден тікелей сіздің миыңызға кіреді. Нәтижесінде белгілі бір химиялық заттардың бөлінуіне келеді. Соның ішінде денеңіз бөлетін табиғи заттар домофин, серотонин, эпинефрин, окситоцин. Бұлар тіршілікке қажетті. Бірақ егер сіз наркотик қабылдап, немесе порно көрсеңіз, миыңызда бұл заттар шамадан тыс артады. Үнемі порно көрсеңіз, миыңыз сезімталдық деңгейін төмендете беріп, жоғары дозаға үйреніп қалады. Бұрын ләззат сыйлаған көріністер уақыт өте әсері төмендейді. Енді ләззат алу үшін одан да көп көру жеткіліксіз болып, одан сайын азғын көріністі көру керек болады. Сіздің миыңыз мұндай химиялық бөлінділерге тәуелді болып, сөзбе-сөз өзін қайта бағдарламалайды. Ендігер ол мұны қалыпты санайды да, онсыз өмір сүре алмайтын болады. Бұл құмарлықтың нақ өзі. Дәл сондай жағдай кокаин, героин қабылдағанда болады. Бұл иманыңызды әлсіретеді. Бүгін біз кез келген сайттың видеосын ұялы телефонда көруге болатын нағыз ұятсыз әлемде өмір сүрудеміз. Порно индустрияның табысы триллиондаған долларлар болатын дәуірде өмір сүрудеміз. Және бұл индустрияның басты мақсаты әрбіріңізді осы азғындықтың тұтынушысы қылу. Өздерінің ықпалына еркектерді, әйелдерді, тіпті балаларды түсіріп, тәуелді қылып өзінің кезекті тұрақты тұтынушысы қылысы келеді. Порнографияның қоғамға сыйы осы. Ол адамдарды хайуанға, азғынға айналдырады. Өкінішке орай әлдекімде мұндай тәуелділік бар. Сіз оны онлайн көресіз. Смартфонның, компьютердің жадына сақтайсыз. Сіз ендігәрі ыңғайсыздық сезінбейсіз. Себебі мұны өзіңізге ақтап алдыңыз. Бәлкім кей кезде ар-ұятыңыз мазалайтын шығар, бірақ сіз оған қайта-қайта ораласыз. Ең болмағанда менің ешкімге зияным жоқ қой, мен мұны өзім жасамаймын, тек көремін деп ойлайсыз. Сол мезетте сізде не болып жатқанын білесіз бе? Бұл сіздің жаныңызды жалмауда. Сіздің құлшылықтарыңыз бекер. Тіпті намазда тұрып бір тамшы жас шығара алмайсыз. Себебі жүрегіңіз Алладан қорқудан қалды. Мұның бәрі сіз үнемі көретін әлгі азғындықтан. Ол сізді адамнан хайуанға айналдырды. Сіз тіпті айналаңызға дұрыстап қарай алмайтын болдыңыз. Әне, бір әйел өтіп барады. Ал сіз одан құрметке лайықты адам емес, тек бір кесек етті ғана көресіз. Бәрін көзбен жейсіз, үнемі қадалып қарайсыз. Әне, бір әйел өтіп барады. Ал сіз одан құрметке лайықты адам емес, тек бір кесек етті ғана көресіз. Бәрін көзбен жейсіз, үнемі қадалып қарайсыз. Метрода, университетте, жұмыста немесе көшеде жанарыңыз
дауысыңызды төмен түсіру қиын. Міне жарнама қалқаны. Байқаусызда бір қарадыңыз. Сосын екінші рет, үшінші. Сіз көзіңіз арқылы өзіңіздің жүрегіңізді қаралаудың ешбір мүмкіндігін жібермейсіз. Сіз мүлдем тәуелдісіз. Әсіресе бауырлар, дей тұрғанмен кейбір қарындастарда да бұл тәуелділік бар. Бұл аянышты ақиқат. Бұл соғыс. Бұл әскери қарулы соғыстан әлдеқайда қауіпті соғыс. Бұл соғыс біздің жанымызды өлтіреді. Ол біздің үйлерімізге еніп кетеді. Мен қолымнан келгенше балаларымды бұдан қорғағым келеді. Бірақ ол мектепке барғанда, мейлі мұсылман мектебі, мейлі басқа, әлдегім айпадымен немесе ұялы телефонымен оған «Ей, мынаған қара!» деп айту ықтималдығы жоғары. Бүгінгі күнде бұл шынайы сценарий. Бұл өтірік емес. Сондықтан мен балаларымды бұл лас әлемге дайындауым тиіс. Ендігәрі бұл ластықтан оқшаулану мүмкін емес. Мысалы, YouTube-та діни дәріс тыңдап отырсыз. Сосын YouTube сізге басқа видео ұсынады. Оның кейбір ұятсыз болады. Кездейсоқ па? Олай ойламаймын. Мен негізі конспирологияға сенбеймін. Бірақ мұны кездейсоқтық деп ойламаймын. Сосын сіз әдепсіз роликтің жарқын мұқабасына басасыз. Сосын тағы, бітті, іліндіңіз. Порно сайтани рәсімнің бір түрі. Порно – бұл ежелгі вавилондық жыныстық сиқыр. Миллиардтаған адамдарды иллюминанттардың жоспарын қабылдап, мойындауға бағытталған психологиялық әсер. Сондықтан порнография – бұл адамзатқа қарсы күресте зұлымдық күштерге көмекші болатын жаппай қыру қаруы. Порно адамды транстық күйге түсіреді. Нәтижесінде сексуалды азғындықтармен қоректенетін әзәзіл күштерге оны оңай қолжетімді етеді. Бұл көп адамды тойымсыз, тәуелді, агрессивті және күйзелісті, барлық зұлымдыққа бейтарап етеді. Осылайша, бұл әзәзілдерді шақыратын тәсіл іспетті. Сол себепті порнографияға тәуелді адамдар осы күштердің ықпалында. Бүгінде технология мен интернеттің арқасында бұл тек порно актерлар ғана емес, оны көретіндер де қатысатын өте кең таралған рәсімге айналды. Порнография статистикасы 2017 жылғы зерттеу көрсеткендей, ең ірі порно сайттың жылдық трафигі 28,5 миллиард адам кірген. Яғни күніне 81 миллион адам кірген. Жылына 25 миллиард іздеу сұрау болған. Бұл күніне 72 миллион немесе секундына 800 іздеу сұрау батырмасы басылған деген сөз. Сол сәтте бұл сайтқа 4 миллион видео жүктелген. Оның жалпы ұзақтығы 600 мың сағатты құрайды. Егер адам контентті тоқтаусыз тәулік бойы көруді бастаса, бұған 68 жыл жұмсайды. Ол сайттан жүктелген видеолар көлемі күніне 10 миллион гигабайттан асады. Яғни минутына 7 терабайт немесе секундына 118 гигабайт. Бұл көлеммен қазір әлемдегі барлық айфондардың жадын толтыруға болады. Және бұл бір ғана интернет сайттың жылдық статистикасы. Енді елестетіңіз, мұндай контент жүктейтін сайттар 4 миллионды құрайды. Бірінші орындағы ақштан алға шыққан мұсылман елдері бар. Біздің планетамызға не болды? Бұл мұсылмандар елінде болып жатыр. Мұны жоққа шығару мүмкін емес. Тіпті осы аудиторияда бәлкім бұл апатпен жолыққандар бар шығар. Олар қоғамды не істегенін қараңыз. Олар адамдарды не діни, не ақлақтық құндылықтар қызықтырмайтын ауру қоғамға айналдырып, оны ақлақ шегінен шығаратын тұзақ құрды. Енді оларды тек құмарлықтар ғана алаңдатады. Бұл жердегі ең ұлы бүліктердің бірін дұшпанымыз сайтан біздің иманымызды әлсірету үшін пайдаланады. Себебі ол иманы әлсіз қоғамның бір көзді дәджалдың соңынан оңай еретінін жақсы біледі.